Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз сауат ашу пәнінен В әріпі мен дыбысы тақырыбында сабақ өтеміз. Сабағымыздың мақсаты жазу жолын, жол аралық кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, әріп элементтерін жазу. Сабағымызды психологиялық ахуалдан бастайық. Арайлап таң атты, алтын сәуле таратты, біз тәрбиелі баламыз, шынығып бір аламыз. Сәлем оқушылар, қалайсыңдар? Бүгін міне тағы да көрістік. Көңіл-күйлерің жақсы ма? Сабаққа деген дайындықтарың қалай? Өте керемет, жарайсыңдар. Бүгін мен сендерді В әрпі мен дыбысымен таныстырамын. Кәнеки, ендеше В әрпін шақырайық. Жарайсыңдар оқушылар. Бұл В әрпінің бас және кіші әрпі. В әрпі оқушылар дауыссыз дыбыс. Ол кедергіге ұшырап шығады. Сол себепті ол көк түспен бейнеленеді. Жарайсың В-ның кіші әрпі. Сендермен сәлемдесіп тұр. Ал енді В әрпінен келетін қандай сөздер бар еді? Кәне, есімізге түсірейікші. В-ның кіші әрпі не теуіп жүр? Дұрыс айтасыңдар, велосипед. Велосипед, балалар, В әрпінен басталады. Тағы қандай сөзді білеміз? Мынау ұшып жүрген не оқушылар? Вертолет, дұрыс айтасыңдар. Вертолет сөзі В әрпінен басталады. Міне әріптер ішіне мініп алыпты. Жарайсыңдар. Енді оқушылар бізге әліппе кітабы қандай сөздерді есімізге түсіреткен тамашалайық. 1, 2, 3. В әрпі. В әріпі. Вафли. Вафли. Витамин. Витамин. Велосипед. Велосипед. Трамвай. Трамвай. Автобус. Автобус. Вагон. Вагон. Аквариум. Аквариум. Ал енді оқушылар оқулығымыздың 101-ші бетін ашайық. В әрпінен келетін сөздерді бірге оқиық. Вагон, вокзал, автобус, трамвай, велосипед, витамин, аквариум, волейбол. Жарайсыңдар, ал енді дәптерімізбен жұмыс жасаймыз. Жоғары, төмен түзу сызық сызамыз. Қайтадан жоғары, солға қараған жарты құрсау, солға қараған жарты құрсау. Төменнен жоғары қарай жарты құрсау саламыз және бүтін құрсау саламыз. Жарайсыңдар оқушылар, егер сабақ жақсы түсінсеңдер жасыл, жартылай түсінсеңдер сары, мүлде түсінбесеңдер қызыл түсті жібереміз. Назарларыңызға рахмет.